Иран ақшқа қауіп төндірмейді. Ядролық боеголовка өздігінен қорқынышты емес. Боеголовканы қандай да бір жолмен мақсатқа жеткізу қажет. Ядролық қаруды жеткізу үшін үш түрлі тасымалдауыш пайдаланылады. Бұл стратегиялық алыс қашықтыққа арналған бомбалаушылар. Бұл алыстан әрекет ететін суасты қайықтары. Бұл континентаралық баллистикалық зымырандар. Иранның алыстан әрекет ететін суасты қайықтар қанша? Бірде-біреу. Иранда тек жағалау мен аймақтық шағын және орта суасты қайықтар бар. Иранның континентаралық баллистикалық зымырандары қанша? Бірде-біреу. Иран мұндай зымырандарды жасамайды. Иран Америка Құрама Штаттарының аумағы мен тұрғындарына ешқандай әскери қауіп төндірмейді. Иран Америкаға ауыр зиян тигізе алмайды. Тіпті ядролық оқтұмсықтары болған жағдайда да. Сонда неге Дональд Трамп Иранды ақшқа қауіп деп жариялап, әскери операция бастады? Себеп көмірсутектерде. Иран әлемде мұнай қорлары бойынша 3-ші орында, ал табиғи газ қорлары бойынша 2-ші орында.